Сегодня мы берем интервью у представителя старшего поколения, который помнит многие события, связанные с репрессивной политикой советского государства в Казахстане. Слово предоставляется нашей уважаемой Апашке, которая является заслуженным учителем Республики Казахстан. Она прошла очень достойный путь в своей жизни, вырастила детей, внуков сейчас. И вот мне бы хотелось бы задать вам вопрос. Вы можете представиться, как ваша фамилия, имя и отчество? Менің аты жөнім Дайранбек, Сафура Дайранбек қызы. Когда вы родились и где вы родились? Мен 1935 жылы 15 ағыста Нұра ауданы Қазғарадоқ ауылы Захаровка деген ауылда тудым. Қазір оның басқа названиесі бар. Қазір басқа. Қазір басқа шығар, иә, онысын білмеймін енді, мен ауылға көп. Ақмешіт қазір дейді. Ақмешіт дейді. Ақмешіт ауылында, сол жерде мен туып өстім. Балалық оқушылық шақтарымның соғыс жылдарындағы үлкен ағаларымыз, әкелеріміз, туыстарымыз бәрі сол ауылда тұрдық. Содан кейін барып мен Қазғарадоқ деген жерге, Кертінді деген жерге барып 9-10 класстарды оқыдым. Сол жоғарғы оқу тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін 5 бала өмірге келтіріп, атаның қолында, ата ененің қолында жүріп, жолдасым Алматының юридический факультетінде оқыды, Зиманов атындағы институтта, заң институтында. Сосын оқысы келгеннен кейін неге ауыстық. Сосын Қарағандыға қайтып келдіңіз. Содан Қарағандыға қайтып келдік. Осы Қарағандыда тұрамыз қазір. Өмір сүріп жүрдіңіз екеуміз. Адрес? Қарағанды облысы, Қазбек би ауданы, Абай көшесі 3, 28-ші пәтерде тұрамын. Телефоныңызды айтып беріңізші. Телефоным 41 94 67. Үйдің телефоны. Енді менің сұрағым қандай болады? Вот что вы помните из своей молодости? Что вы помните по поводу коллективизации, ликвидации баев-кулаков, раскулачивания? Если вы сами не видели, не были свидетелями этих событий, что вам рассказывали ваши ажешки, аташки? Вот какие у вас воспоминания? Я, менде ондай естеліктер бар. Өйткені мен мектепте де оқығанда бұлар өзімше зеректеу болдым. Қазақ тілі пәніне өте жақын болдым. Сондықтан ондай мәселелерге, тарихи, әдеби нәрселерге көңілді көп білетін едім. Кітапты да көп оқыған болатынмын. Бұл енді коллективизация, колхоздастыру, жаңағы халықтың малын жайда тұрған алу деген саясат шықты ғой. Біздің қазақ халқы сонау заманнан болғаннан бері жазын жайлауда өткізіп, малын бағып өрісіне, қысты қыстауда мал шөбін даярлап, малының үй қорасын салып, бала шағасын өсіріп, ұрпақ қалдырып, сол бала шағасын тәрбиелеуге, тұрмысын, салтын, мәдениетін үйретуге үйренген халық қой. Еркін жүрген халық. Міне осындай жаңағындай колхоздастыру, коллективизацияға көшу деген саясат туды. Бұл саясаттың кезінде халық көп запа шекті. Мен сізге басқа сұрақ қояйын. Коллективизацияның алдында конфиске болған қой. Конфиске болды. Байдарды тарқылаған. Вот соны айтып беріңізші, Нашарбек ата Бұл кезде менің жаңаға бұл кезде көптеген халық өте
зардап шекті. Осының бәрін жаңағы отырғанда, шай ішіп отырғанда үлкен әкелеріміз, әжеміз айтып отыратын. Әже, не болды, тағы да не айтшы, ашаршылық жылда не болды? Ой, ашаршылық басталар алдында жаңағы халықтың, байлардың мал мүлкін, малдарын тартып алды. Дін адамдарының, сосын қарапайым жаңағы жақсы тұратын адамдардың малдарына дейін жаңағы алып, содан кейін оларды бір ауыл болып отырған туыстарды бөліп жіберіп, қыстың аяз күндері басқа жаққа ауыстыруға көшірген екен. Содан жаңағы халық туыстары, бір туысқандары отбасымен басқа жерге, бір туысқандары бала шағасымен басқа жерге солай жіберген. Сол кездерде халық запас шегіп, аяқтарында киімі жоқ, өздерінің қолдарындағы азынша малын көжеге тыққып ішті, оның қалғанын үкімет тартып алды. Сөйтіп жер аударып, басқа жергенде жолда келе жатқанда талай адамдар жаңағы ауырып, Қайтыс болған. кішкентай балалары қайтыс болған. Осыдан барып, және де бұл саясат сол уақыттағы жаңағы ауа райында пайдаланған ғой. Қыстың суығы уақытын, жаздың жаңағы егін өспейтін қуаншылық жағдайларда пайдаланған. Сөйтіп барып, бұларды жер аударып, халық вообще ашаршылыққа ұшыраған. 30-шы жылдан бастап, содан 32-ші жылға дейін керемет ашаршылық жыл болды дейді. Содан бұл ашаршылық жылда біздің өзіміздің отбасымызда, әулетімізде үлкен әкеміздің ден туған 3 ағайынды бір әкеміз сондай жағдайға ұшырапты. Сосын әжем, үлкен баласы бар, әжем, үшеуміз шай ішіп отырмыз. Сосын әже, не болды? Ашаршылық уақытта не болды? Ой, несін айтасың? Халықтың жаңағындай жағдайда балалары өліп жатты жолда. Кейбір адамдар өлген баланы, өліп жатқан кісінің етін жеген адамдар болыпты деп, ойбай, анау бәленше сөйтіп, бала адамның етін жеп тәні сөйтіп жатыр деп көрген уақыттарымызда болды дейді, әжем айтады. Содан енді 7 баласы бар адам, балаларды асырайтын тамақ жоқ, көзіме жас келеді жаңағы естігенде. Содан әжем, шалымыз екеуміз тышқан аулайды, құс аулайды, көлдерде өскен қамыстарды аурайды. Өсіп тұрған әдемі қамыстардың түбі әппақ болады дейді. Сол қамысты суырып алып, тіліп шайнап тұрып жедік даже дейді. Көп адамдар солай жасады дейді. Көлдерді бәрін ел жағалап кетті. Тышқан аулайды, құс аулайды, құс деген жоқ, бәрін жаулап бітті. Неше түрлі адамның етінде жеген уақыт болды дейді. Сөйтіп шалымыз екеуміз, балаларды үйге тастап, екеуміз көл жағалап далаға ашаршылық уақыт 32-ші жыл дейді. Шықтық дейді. Сосын келе жатырмыз, айдалада келе жатырмыз, су, қай жерде тал бар, қай жерде қамыс бар, қай жерде су бар деп. Сосын бір уақытта алдымыздан бір әжеп тауыры үлкен көл сымақта шалшық жер кездесті дейді. Сосын жаңағы жерге келіп, шалым қолма-қол жаңағы неге шалшық суды басып жүре бастады дейді. Жүре бастағанда бұрқырап жаңағы бұлт етіп шалым кете бастады дейді. Сөйтіп кете бастап, содан бейтіп шалым қарап, қолымды маған берді, мен артында келе жатырмын. Келіп алып қолымды созғанша шалым бұрқ етіп жаңағы ми көлге түсті де кетті. Сонымен бұлай жоқ болды дейді. Қолымды созып, егер менің қолым чут тигенде, мен енді ұста деген ғой ол кісі. Ұстағанда мен де бірге кетуші едім дейді. Артыңызда балалар тұр, правильно? Балалар үйде қалдырған. Содан қолымды берейін деп жатқанда қолым жетпей қалды дейді. Сол жеткенше шалым батып кетті дейді. Содан не істерімді алдым да сілейіп тұрдым. Қош бол дедім дейді. Осы сөз келді. Сосын тұрдым, сілейіп тұрдым. Сосын артыма қарадым да, қош бол, қайтейін, балаларым аман болсын деп айттым дейді. Өзіне өзі ішінен сөйдеген ғой. Сөйтіп үйге келген, сосын үлкен ағайымыз, үшеуміз шай ішіп отырғанбыз. Сосын мен ол кезде
уже ауылдан 7 класс бітіріп Қазгөрдік деген жерден 7-ші, 8-ші, 9-ші класстар оқып жүрген кезімде 9-ші класс оқығанда каникулға келгенде. Сосын ағайым сондай үндемейтін не адам еді, үлкен баласы өзінің мұрнын бүйтіп оқысы деп бір өзі сондай бір әдеті болатын. Сосын үндемей деп мұрнын бүйтті да, үндемей отырып қалды ағайым дейді. Мен үндемей не істерімді білмей отырдым, әжем сүйдеді де көзінен жас алды дейді. Міне осындай уақиға болған. Ал енді үлкен бабамыздың інісі, біздің әкелеріміздің енді әкесінің орнында бой, енді біздің әкеміздің әкесінің інісі болғаннан кейін Нашарбек деген атамыз болды. Ол кісі де өзінің жаңағы заманында сондай өз қатарындағы қарттардың ішінде ешкімді бетіне қаратпайтын. Егер де ол кісіге бір қарсы сөз айтса, ол кісі де жаңағы қарама-қарсы сөз айтып, бетін қайтарып, сөйтіп тастайтын бір шайпау сөз, керемет сондай адам болушы еді ол кісі де. Ол кісіні жаңағы үйдің іші менің әкем, жаңағы ағаларымыз, туыстарымыздың барлығы сыйлап, әкеміздің әкесінің інісі, әкелеріміздің. При этом он не был же богатым байым, он ортанша болған, да? Он богатый болған. Середняк. Середняк. Крепкое хозяйство. Ол кісінің 3, 4, 5, 6 түйесі болды сол кезде. Ал енді бертін келе даже, бертін келе біз, мен тұрмысқа шыққанша, ол кісінің үйде 3 түйесі болды. Одан бір күн ол кісінің түйесі болған 5-6 қой, ешкілері өз бөлек жайылып жүрген 3-4 сиыры, сондай өз баласымен, балаларымен өзі күн көрген сондай адам, сондай керемет жақсы. Мен әжеден естігемін, за сопротивление конфискации его посадили в исправительный дом, да? Содан ол кісі сондай болды. Содан кейін бұл жаңағы конфискация шыққанда ол кісі міне халықты қырама, малымызды айналдырған бір 5-6 қойымыз бен 2 сиырымыз, 2 түйеміз алғанда біз қайда барамыз, қайда барып күн көреміз деп ол кісі қарсы тұрыпты. Сосын апарыпты да ол кісіні ауылда ма, ауданға ма жауып қойған. Олар жауып қойғанда оларда кәмпа не жоқ, әлгі аупақты жоқ, кәдімгі жері бар ғой, сонда үйлерге қамап қойған ғой. Содан жаңағы шал өзінің мықтылығымен, ауылдың адамдарымен, бұл кісі ондай емес деп, бәрі туыстар бар, бәрі жыл әйтеуір ол кісі сөйтіп бірталай жатып. Но у него был авторитет среди ауылных, да? Ауылда ол кісі авторитеті болғасын шығып отыр ғой. Ауыл жаңағы жай қарапайым кедей адамдар жаңағыларға қарсы тұрды ғой. Бұл кісі ондай емес деп. Содан кейін барып ол кісі шықты. Сөйтіп ол кісі шықты. Ал енді біз сол өзінің несі. И до каких лет он дожил? Приблизительно когда он ушел из жизни? Он долго прожил, да? Он долго жил. Сол малдары 3 түйесі болды, 2 түйесі болды. Жақсы білем. Мен это уже в советское время, советское время. 60-е годы. Мен 3-ші, 4-ші класс оқып жүргендерде. Содан кейін ол кісінің малы сиыры болды. Менің әкем тірі, әкем сондай. Ошын туыстардың бәрі сыйлайтын ол кісі. Атаның үйі, ол үлкен үй, ата үлкен үй деп айтау керек. Ол кісінің үйін үлкен үй деп атайтынбыз. Сосын жаңағы түйесі боталады. Ботағанда әппәқ бір бота туды. Інгені бар. 2 түйе бір інгені болды, боталады бір түйесі. Сонда балалар бәріміз 3-ші, 4-ші класста оқимыз. Давай атам үйіне барайық, үлкен үйге барайық, ботаны көреміз, ботаны. Әлгі ботаға қызығып ауылдың балалары, өзіміз қыздар жиналып барамыз, балалар. Сосын атам ұрсат, қойау, мынау Дайренбектің шолжық қызы маза бермеді ау деп мені. Әкемді жақсы көреді, ұрыспайды, нетпейді, мені ерке болдым. А вот куда дели конфискованный скот? Кімге берді оны? Вот енді алып ғой малды. Енді өздері. Анау кедейге берді ғой. Қайдағы кедейлерге береді. А қай жерге оны өздері біледі, қайда бергенін. Сондай сөз болған жоқ, да? Ондай есіңізде жоқ ондай, да? Кедейге өмірде де бермейді оны кедейге олар. Вот если вы расскажете еще вот какую вещь. Вот какие у вас воспоминания, опять же, от Аже,
сколько детей погибло, какие малыши были, кто от болезни, от голода умер. Были такие в семье вашей или нет? Енді жаңағы өзіміздің әкелерімізбен әжеміздің жағдайы сондай болған, әкеміз сондай болды. Жаңағы үлкен үйдегі Нашарбек ата да сондай қарсы тұрды. Ол кісі жеңістік бермей, ауылдың қасиетті жақсы адамы болғаннан кейін ел оны қорғап алып қалды. Сондай жағдайлар болды. Ал енді Какие у вас остались личные свидетельства, вот фотографии какие-то? Вот вы рассказывали, что вы потеряли паспорт своего отца, да? Кайсына, не напери. кітапты әперіңізші, кітап. Ана жерде кітабым бар. Касыр. Вот у меня в руках книга, которую вы написали о своей судьбе, о своих предках. И вот какие факты вы здесь приводили про то тяжелое время? Бұл кітапты мен енді қарапайым мектептің мұғалімі болдым. Оқушыларға Қай жерде жұмыс істедіңіз? Мен интернатта жұмыс істедім. Жезқазған облысында Жезқазғанның қазақ орта мектебі бар екен. Сонда институт. Мен 5 баладан кейін 30 жасымда жолдасым, мен оқу 10 класс бітіргенде Алматыға оқуға түсем. Сол жерде мен жаңағы тіл әдебиет пәнінің мұғалімі боламын деп, өзім солай деп алдыма мақсат қойдым. Енді содан сіз как раз кітап жаздыңыз ғой, сіздің біліміңіз бар. Содан мен жаңағы институтта 4 жыл очно оқыдым 5 баламен. Содан мені практикаға Жезқазғанға жолдасымның жұмысы арқылы сол жерге кеттім, производственный. Енді кітапты айтып беріңізші, не жазғаныңызды? Бұл кітапты сол туыстарым жаңағы біздерді тәрбиелеген, бізге үлгі көрсеткен, үлкен жаңа мен тәрбиелеген жаңағы әжемді, үлкен үй деп атаған Нашарбек атаны, әскерде кеткен Әрөкен деген ағайымды, Оқтан деген, Дәкен деген ағайымды, жеңгелерімді, жезделерімді, одан кейін Алматыда қызмет жасаған зам министр по строительству деген Әукен деген Жақышев жездем болды. Ол кісінің жолдасы менің туған апайым. Дайранбекова Сақыш, Дайранбекова Сапура екеуміз ағайынды бір үйдің қызы болдық. Вот сол жездемнің апайым туралы. Соны бәрін сіз мына жерге кітапта жаздыңыз. Бәрін кітапта осындай адамдар еді. Менің тағы да бір сұрағым бар. Вот сіз жаңа ғана Әрөкен деген кісінің атын атадыңыз. Вот какая там была история? Әрөкен деген ағамыз, жаңағы біз бір әкеден Мейрамбек, Дайранбек, Шалабек деген 3 адам туды. Соның ортаңғы баласы, бел баласы Мейрамбек деген кісінің жалғыз баласы болды. Бұл кісі мен мысалы соғыс 1 класс оқып жүргенде басталды. Соғыс 41 жылы. Содан бұл соғыста жаңағы ағайымызды, Мейрамбек екеуміз өліп қалған, жол салып жүргенде жаңағы құм тасып жүріп, ол кісі де үкіметтің несіменен чу деп айдағанда шалқасына түсіп, сол жерде қайтыс болған кісі. Сол кісінің баласы әскерге алып кетті. 41 жыл басталды, соғыс болды деп, ой, ауылда халық жылап еңіреп сұмдық болды. Содан ауылдағы азаматтарынан, балаларынан, немерелерінен айырылған адамдар көп болды. Күнде келіп алып кетеді, үлкен жаңағы әжелер, апалар, әйелдер жылайды, көрісіп жаңағы аттандырады. Сөйтіп Әрөкен ағайымыз әскерге кетті. Шешеміз жаңағы шошақ қала берді, жылап-жылап бізбен бірге тұрады қатар. Содан жаңағы кісі кеткеннен кейін 1-3-4 айдан кейін қат келді. Мен келдім, бізді 1 ай оқытып, қазір қару-жарақ күзететін военный припастың несін, складын күзетеміз, күзетіп тұрмыз деп. Сонымен қуанып енді, ананың барып соғысып жүрген жоқ,
жаңа күзетіп тұр деп қуанып жүрміз ғой, қат келіп тұрады. Содан енді бір, мен сізге айтайын, бір жылға жеткен жоқ, бір 3-4 айдан кейін, 3-4 ай емес, бір енді 7-8 айдан кейін қат келді. Қат келгенде қат демейді, қаралы қағаз дейді. Қаралы қағаз келіп, ашып қараса, Мейрамбеков Әрукен осындай служебный жағдайда военный припас нені дұрыстап нетпеген үшін атылу жазасына бұйырылды деп. Содан үйдің іші, ел іші жаңағы апамыз айғай салып, жылап, халық жиналып, көрісіп, не істерін білмей, әйда, сондай жаман болды. Баламыз енді уже есіміз білеміз ғой, уже 2-ші, 1-ші, 3-ші класста оқимыз. Содан шешеміз жылап, содан жаңағы қайтадан біраздан кейін тағы да қағаз келді, қат келді. Сосын жаңағы қатты оқып қараса, Мейрамбеков Әрукен жаңағы атылу жазасының бұйрығынан ақ нетіп, Сібірге айдауға жіберді. Неше жылға? 25 жылға, да? Айтып отырса енді не керек, сол 25 жылыңыз 48 жылға дейін о кісі сол айдауда жүрді. Содан жаңағы оған да қуандық қой, барған жері әдірісі келді. Сосын сол әдіріс бойынша ол уақытта жаңағы соғыс уақытында біздің ауылға ылғи немістер, шешендер, немістер жіберіп жатыр. Депортировали. Содан біздің үйге бір семья немісті жіберді. Ол Машур екеуміз жаңағы Әрукеннің қарындасы туған. Шешесі өліп қалды, уже жылап. Одан бұрын жаңағы шешесі о кісіге тұрған жеріне біз поселке салып, келген немістерден шақырып, ұнымызды, майымызды о кісі дәйерке болатын беріп, жаңағы печеньялар пісіртіп, жаңағы немістің әйелдеріне қатырып, әдемілеп поселке салып тұрдық жаңағы Әрукен ағайға. Сөйтіп ол кісі сол жерде Сібірде жүрді. Колыма? Колонада жүрді. Содан кейін барып, жаңағы немістер біздің үйге бір неміс семьяны жіберді. Баламын мен әкеп, мынадай 2 бөлмелі үйдің, ауыз үйдің бір жақ несін бердік. Киімдері де жоқ, төсек орында жоқ. Жылап жаңағы, көрпе берші, төсек берші, кигіз берші деп Машур екеуміз, менің әкемді ая дейтінбіз, жаңағыларға бергізіп, түк білмейді, не орысша, не қазақша, ымдап сөйлесеміз. Сосын балтаны аламыз да, балта. Үйретесіз қазақ тіліне. Пышақ, олар айтады. Содан Лена деген, Ольга деген шешесі болды, Лена деген қарындасы болды, Шурка, жаңа бала жігіт жүгіріп жүрген. Өзімізден, үлкендеу чуть-чуть бізден. Содан кейін үйретіп, жаңағы Шурка тез үйреніп алды. Содан кейін қазақша үйреніп алды, жаңағы Шурка енді келгенде тамақтары жоқ, кетіп қалады. Даладан картопияның қабығын әкеп, шешесіне береді. Шешесі жаңағы біздің пешке нетіп, бақырға салып, жауып пісіріп, жеп отырғаны көрдім жаңағылардың үшеуінің. Сосын, ой, әкеме, аналар ненің картошканың қабығын жеп жатыр, нан берші оларға, ұн берші, мына ыдысыңды Зейнеше жеме, мынаны неге берші, аналарға берші, мынаған ыдысыңды деп жылап бергізіп, жаңағы шошаққаларына сөйтіп бергіздік жаңағылар. Олар уже үйреніп алды, шаруамыз істеді, қораны жайларсады. Сөйтіп жаңағылар тамақ ішіп. Неше жыл сіздің қасыңызда жүрді тұрған? 3-4 жылдай тұрды. Сосын біз өстік, оқуға кеттік. Неге? Асыл Оля қай жерге? Олар уже кетіп қапты бас. Сөйтсем анау оның Володя деген ағасы болып түркен. Оларды да басқа жер, мына бір семьяны басқа жерге, ағасын басқа жерге, басқа совхозға жіберген ғой. Есенгелді деген жаңадан бір совхоз ашылған, жаңағы ағасын сол жерге жіберген. Жаңағы Шурка бәле сөйтіп жағалап жүріп сұрастырып қазақтардан жаңа Есенгелдіге ат арбаменен, өгіз арбамен жаяу барып біліп қандай немістер бар екенін, сонда ағасын тауып алады ғой. Сөйтіп Володя ағасын тауып алып, ол ағасы жаңағы сол совхозда жұмыс істеп, передовой болып,
қазақша үйреніп, ол да бір Но сондай. там же комендатура следила за ними же. Там же Следили. офицеры ж следили, Следили, наверное. олар Да. ешқайда ОГПУ, баруға да. болмайды. Ауыл арасында сол ана колхозбен мына неге ешқайда жіберуге болмайды, әскерге жібермейді оларды. Сөйтіп тауып алып, жаңағы Володя ақырында бертін келе ол кісі директор совхозы болды. Сосын мен тұрмысқа шығып кеттім. Казгүредекке келсем, бір күні Шурка келіп тұр. Сосын ойбай, Сапура, сен қайдан келдің? Мен осындамын. Тұрмыста отпускеге келдім. Міне мынау мен жолдасым таныстырып. Содан шешесіне барып айтқанға Сапура келді, солай деп. Содан шешесі немедленно мына үйге қонаққа шақыр жолдасым мен деп тамағын істеп Казгүредекке үйіне шақырып жаңағы Ленасы бар екен, тұрмысқа шығыпты. Лена түк те білмейді орысша, Ольга да білмейді. Анау Шурка қазақ арасында жүреді. Сондай жағдайлар болған. Вот. Так что вы видели и конфискацию вам рассказали, и коллективизацию. 48 жылда қайтты, келді. Келгенде де сондай бір қызық жағдай болды бізде. Соны айтып беріңізші бізге. Қызық жағдай емес, мен үшін қайғылы болды. Содан бір күні бәріміз шай ішіп отырдық. Шай ішіп отырғаннан кейін әкемнің жаздың күні шанасы бар, биесі бар, тайы бар, енді шөп шабады. Сөйтіп келіп шай ішіп отырғанбыз. Мәшһүр екеуміз баламыз ол уақытта еді. Уже үлкенбіз, 48 жылы 12 жастамыз. Содан Бибәлім деген үлкен ағамыздың, әкеміздің үлкен қызы. Кенжаға, менің әкемді Кенжаға дейтін. Енді әкесінің інісі ғой. Кенжаға, Әрукен келе жатыр. Қош, Бибәлім-ау, адамнанбайтын сөз, бәленбай жылсы кеткен адамға қайдағы келген? Қат келіп тұрады, каторгада, Сібірде, айдауда жүр. Солан жоқ, мүмкін емес деп шайымыз ішіп отыр. О, жанында бәтердегі құрбысы бар, Бибәлімнің. Сосын ойбай-ау, Дайрекеу, нанбайсыз ба? Ақаш екеуі келе жатыр, яғни қазір келеді міне деп. Сосын, рас па деп орнынан тұрды әкем. Сосын бәріміз қарап отырмыз, қуанып ұшып түрегеліп, рас па деп үйдің ішінде жүгірсіп жатырмыз. Сосын әкем тұрды да, анадай артында үлкен қолдан жасаған, ұзын матадан жасаған белбеу болатын. Әлгі шөп шапқандан еткенде бүйтіп шапанның үстіне байлап алады ғой үлкен адамдар. Сондай несі болатын. Сосын жаңағыны алды да мойнына салып бүйтіп. Сосын, ей Алла, шындығымен Әрукен келетін болса, мынау балалар жетімдерді қолына тапсырсам, мен осының жолында құрбанмын. Алла мені рас болса ал деп жаңағы мойындағы шарпыны бүйтіп әкем. Сосын жаңағы Бибәліме, ойбай, Кенжаға не дейсің деп жүгіріп көріп мойнынан суырып, жаңағы белбеуді суырып алды. Сосын жаңа Бәтен деген Дайрекеу, мұныңыз не? Құрбан болғаныңыз. Қой, қайдағыны бастамай деп сөйтеді. Сосын ел жұрт есті жинады, қуанып атырмыз, айтып жатыр, ойбай, Дайрекең мына жаңа сөйтті құрбан деп, мына шарпыны белбеуін мойнына салып, масқара қылған. Ойбай-ау, Дайрекеу, ойын тойын өткіз, Әрекенің ал, енді сен оның не деп, баяғы көршілер, үлкен әйелдер бәрі жиналып жатыр. Балам 12-деміз, мен бәрін білем, Мәшһүр екеуміз. Содан тойын өткіздік, бармыша малын сойып, халық жиналып, қуалып сөйтіп жатыр. Сөйтіп жүріп өткізді. Содан 12 күннен кейін әкем кеттім бауырды, ауырды, кәдегінде төрдің алдына жаңағы шешеміз құс-төсегін салып берді, жатыр. Тап-тамаша шөбін шауып, малын жайғап жүрген адам сөйтіп ауырды. Бір күн ауырды, екінші күні кетті. Өлді де қалды әкем. Содан ел жұрт жылап жиналып, ойпырмай, Дайрекеңнің мынау несі тілі Алладан сұраған тілегі Алла қабыл алды. Әрекенің жолында құрбан болып, мойнына пыршақ салды дейді екен. Жаңағарға құрбандық жаса, өзін-өзі құрбандық жасаған, мойнына пыршақ салып, қап деп өкініп, жылап әйелдер бәрі сөйтіп.
сөйтіп әкем қайтыс болды, орнына қойды. Мен ерке ешкім бетінен қайтармайды, Мәшкен, Сапкен, Сақжан деп үш қыз. Бір үйде жаңағы Алматыдағы апайымның ол да ол кісі 9-шы класс оқиды. Сол сөйтіп екеуміз, үшеумізді сөйтіп тәрбиеледі. Содан уже мен бір әкемнің суреті жоқ. Мына жерде жаңа Шәрбек атамның, әжемнің, Әрукен ағайымның бәрінің суреті бар мына жерде. Мен сізге айтайын, мінекей. Мына Аманкен ағатайымның, мына Шәрбек атамның, Дәкен ағайымның, әкемнің суреті жоқ. Әкемнің суреті паспортта ғана бар. Өйткені әкем қажының баласы болған, бірадар. Намазын оқиды, ешқандай ешкімге не жасамайды, ешкімнің ештеңесін ұрламайды, қатты жаман сөз айтпайды, сондай адам еді. Содан жаңа кісінің паспортын қалтама салып алып жүрем, бір қарап қоям, сосын уже еркелеймін. Мен намаз оқығанда 12 келсем де арқасында мініп алып арқасында жүретін күндерім де болатын. Содан уже жетімдік көрген сияқты біртүрлі ұялады, сезіндім сондай. Содан ұйықтасам да әкесінің паспорттық немдері. Сөйтіп жүр бала, әкемнің паспортын жоғалтып алып. Содан соң қазір ешқандай сурет жоқ. Соны мен осы күнге дейін есіме түссе осы күнге дейін жыраймын. Неге әкемнің суреті жоқ? Не істеуім керек деп. Олай да, бұлай да. Менің тағы да бір сұрағым бар. Я вот хочу спросить у вас. Сіздің ауылдың қасында Байқала деген сондай поселение болды ғой. Байларды басқа жерден, басқа аудандан көшірген. Сондайды көрдіңіз бе, көрген жоқсыз ба? Көрген жоқпын, естуім бар. Естуіңіз бар, да? Әже бірдеме айтқан ба сол үшін? Иә. Қалай өтіп? Олар туралы енді байлардың өзінің бөлек жаңағындай малы бар, жаңағы тартып алып, мүмкін соларға да берген шығар, кім біледі, үкімет, білмеймін енді. Әйтеуір мынау Байқала. Олардікі наоборот Байқала деп, бай адамдар деп тартып алды ғой жаңағы. Байларды, діни адамдарды, дін адамдары, жақсылыққа үйрететін дін адамдарды қандай ол уақытта төрелерді, діни адамдарды қудалады. Сосын жаңағы конфискация жасаған уақытта көптеген қазақ халқының зиялы адамдары қарсы тұрды ғой. Жаңағы біздің Ашекең әкеміз сияқты үлкен зиялы адамдар шыққанда даже оларды қалпында құртып алып кетіп атып тастаған күндері болған екен. Оны біз кейіннен әңгімелесіп енді үлкен білімдеріміз жоғалтып неткенде сөйлесіп отырамыз ғой. Менің жаңағы Әзірхан деген құдам болды, ол кісі де историк. Ол кісі де осы ашаршылық жылдары, соғыс жылдары көрген уақиғаларын бәрін жасырмай айтып отырады. Басқалары басқа әңгіме айтып отырады, қонаққа шақырғанда. Ол кісі екеуміз басқа тақырыпты сөйлететінбіз. Сосын мына облыс совет ненің председателі Зайкен деген менің құдам болды. Ол кісі да жаңағы сондай сол уақыттағы нелерді. Сол ешқашан ұмытпайтын заман ғой, иә? Ұмытпайтын заман. Тәте, тағы да бір сұрағына қояйын деп едім сізге. Вот вы слышали, что был указ президента о реабилитации жертв политических репрессий. Вот что вы знаете об этом движении, которое сейчас вот связано с реабилитацией? Какие вот у вас мысли? Как нужно справедливость восстановить? Платить ли им какие-то, значит, материальную помощь оказать? Нужно будет реабилитировать именно людей. Вот как ваш взгляд на этот вопрос? Реабилитация сондай жасаған адамдар көп болды, халыққа қарсы тұрған адамдар көп болды. Даже біздің ауылда бір адам болды, сондай семьясы менен, екі баласы менен, әйелі Зура, Талжан деген. Вот сол кісілердің ешкім ол кісіге қатыспайды оларға. Сонда екі бала мен бір әйел тұрды, Зура деген әйелі бар.
Содан біраздан кейін жоқ Это Саид Талжанов, да? Саид Сол Талжанов. переводчик известный, Да, да, известный писатель. переводчик, көптеген Достоевскийдің, Белинскийдің, Пушкиннің шығармаларын даже переводтаған адам. Біздің сол қарапайым жаңағы Ақмешітте Қарауылтөбе деген жерде өскен. Қарауылтөбе деген су диірмені бар. Ол су диірмен жаңағы байлардың су диірмен, жай қарапайым адамдарда су диірмен болмайды ғой. Сол су диірменде менің әкем қызмет жасады. Өгіз арбамен бидайды тастап, су диірменге апарады, оны алады да ұнын апарып колхозға әкеп тапсырады. Сондай жұмыс істеді. Міне сондай жерде туған адам ол кісі. Керемет білімді адам болған. Сол Қалымда деген жерде Сібірге айдалып кетті жаңағы кісі. Сосын енді кейіннен естігенде ол кісі келіпті, мыс келіпті. Жаңағы общем келгеннен кейін де енді сондай адамдардың міне Ахмет Байтұрсынов кімдердің барлығына реабилитация жасады ғой. Енді қазір тех, кого не реабилитировали, тоже ведь надо реабилитировать, правильно? Да, әрине дұрыс жасап жатыр үкімет. Бұл жағынан мен естігенде ол кісінің Мұстафа Шоқай туралы мысалы киносын көрдім. Қазір Мағжан туралы фильм шығарып жатыр. Мен соны да көріп отырмын. Сол енді көп. Енді біздің қазақ тарихынан алсаң, Домалақ ана деген қазақ халқының хандарының нелерін беріп жатыр. Солардың бәрі бар ғой. Тамаша, шындық болған уақиға. Әйелдерден де керемет адамдар шыққан. Жаңағы қазіргі сол адамдарға реабилитация жасап, ақталып, олардың семьяларына, отбасыларына көмек көрсету. Өте тамаша. Құптаймын, мен қолдаймын. Мысалы, мен де көзім ашық, ар жағым оянылған адаммын ғой. Тағы да менің есіме қазір кірді. Сәкен Сейфуллиннің әйелі Күлбахрам біздің үйде болған. Сіз оны көрдіңіз. Вот сол өмірінің қандай тағдыр болған? Тұра тұрыңызшы, керемет. Мен бұл өмірде жолдасымның арқасында барлығын көрдім. Сәкен Сейфуллиннің 70 жылдығы болды. Ол кісі біздің нұралық қой. Жаңа содан ол кісіні менің жолдасым жаңағы Захаровка селосында, Ақмешіт селосында парторг болып жұмыс істеді. Қалаға келмей тұрғанда. Содан кейін аудан шақырып алып, Бекетай Төлеубаевич Сәкен Сейфуллиннің жаңағы Гүлбахрам деген жолдасы келе жатыр. Жаңарқаға кетті. Мәжит сосын інісі, да? Содан кейін ол кісіні сапарбаждат етіп әкеле жатқан Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқанов әйелі мен Гүлбахрам Қарағандыдан тағы бір бастық енді. Сосын корреспонденттер ылғи Қарағандыдан қосылған. Сіз Жаңарқадан келіп жатқанда сіз бәлендей жерден тосып аласыз. Сөйтіп Захарға әкеліп Захарға қонады ол кісі. Сіздің үйде болады деп. Содан біздің үйге жаңағы Гүлбахрам бар, Қарағандыдан келген бастық бар, Сәбит Мұқанов әйелі мән бар, ол кісінің әйелі татар екен. Қазақша керемет бәрі тамаша сөйлейді. Сөйтіп, ой, самауырын далаға қойып, етті асып, күл ауылдың өзім сияқты жастар, бастықтардың әйелдері жиналып шаруа істеп, жаңа кісілерді қарсы алдық. Сосын алыстан ауылдардан үлкен шалдар, бәйбіше, әжелер келіп, біз Гүлбахрамды көргіміз келеді, Сәбит Мұқановты көргіміз келеді, шықсын далаға деп. Сосын бәрі далаға шығып тұрып, Гүлбахрамды көріп, білетіндері келіп, құшақтап, жаңағы кісіні жылап, сондай. Ол өзі Алжирда болған ғой. Акмолинский лагерь. Солай дейді. Ол кісі не деп алып, сотталып келіп, содан кейін шығып барып Алматыда реабилитациядан кейін ол кісіні Алматыға ұстап, сөйтіп, жалғыз ғана баласы болған, ол баладан да айырылған, сөйтіп, ол кісінің өзі айдауда жүрген ғой. Содан барлығы қарсы алып, құшақтап, сөйтіп, ол кісіні ауданға дейін, ауданның орталығына дейін бір күн қонып, жақсылап тұрып, ол кісілерді сыйлап,
ауыл сөйтіп аттандырып екең оны менің жолдасым ауданға дейін апарып салды. Кімді Гүлбахрамды сондай Мен енді сізге көп рахмет айтайын сөз деп байыпты жақсы адам екенін көрдім. Үлкен рахмет сізге. Жақсы. Көп денсаулық тілеймін сізге. Есіңізбен жүріп, біздің қасымызда, расымызда жүріп, ауырмай, сырқаттамай жүріңіз. Әумин, айтқаның келсін. Рахмет сізге. Сәрайт қарағым, Рахмет. ісің оң болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Көп жасаңыздар. Рахмет. Көп жасауға бақыт. Жаңа Қазақстанда жаңа өмір, қызықты, бақытты өмір сүруге барлығыңызға мен де тілеуімді тілеп айтамын. Рахмет. Әумин.